Қайырлы күн 11 сынып түлектері. Бүгін сіздермен мемлекеттік емтиханға дайындықты бастаймыз. Бұл былтырғы жылдың нақты қорытынды аттестациялық емтихан материалдары. Сондықтан бастан аяқ көріп шығуға кеңес беремін. Мен көптеген оқушылардың сұрағы мынандай: осы нұсқа келе ма дейді. Бұл нұсқа келмейді сіздерге. Бірақ биыл шетелге шығып кеткен оқушылар 2025-тің сәуір айында нақты тапсырған нұсқалары бар менде. Сол нұсқалар сіздерге талдап көрсетейін десеңіздер, каналға тіркелеміз. Сосын осы нұсқада кейбір есептердің шығару жолдарын жазам, бірақ жауабын сіздердің өздеріңізге шығаруға тура келеді. Соның жауаптарын комментарийға жазып кетесіздер. Және де 2025 нұсқа талдау деп қойсаңыздар, биылғы келген нұсқаларды сіздерге талдап көрсететін боламын. Енді емтихан екі бөлімнен тұрады. А бөлімі ол 15 сұрақ тест түрінде, Б бөлімі ол сіздерде 45 балл шығару жолын, яғни барлық шығару жолдарын жазуларыңыз керек, қандай формула қолданып жатсыздар соған балл беріледі. БЖБ тжб есептеріңізге ұқсайды. Елу бір балдан жоғары алатын болсаңыздар үздік деген нәтижені аласыздар. Сондықтан барлықтарыңызға жақсы нәтиже алуға тілектеспін. Осы каналдағы барлық нұсқаларды қарап шығыңыздар. Оның былтырғы жылдары келген, оның арғы жылдары келген нұсқалардың барлығы осы каналда тұр. Каналға кіріп қарайтын болсаңыздар, сіздер бір жақсы нәтижеге жетеді деген ойдамын. Енді бірінші сұраққа кезек берейік. Функцияның анықталу обысын табыңыз дейді. Бөлімде тұрған түбірасындағы сан сіздерде нөлден үлкен болу керек. Артық немесе тең 0 деп жазбаймыз, өйткені 0-ге тең бола алмайды ол. Келесі жаққа 38 плюсмен өтеді. 38-ді 1,9-ға бөлетін болсаңыздар 20. 20-дан үлкен сандарды қабылдайды екен. Ол бізде С жауабы. Екінші сұрақ: есептеңіз дейді. Енді бірінші тамаша шекке байланысты есеп. Шектің қасиеті бойынша алымынан бөлімінен жеке-жеке шек ала аламыз. Синус 7х. Бізде синус 7х бөлінген 7х болатын болса, 1-ге тең болатын еді. Бұл бірінші тамаша шек деп аталатын. 7х-қа бөлдік, сондықтан 7х-қа қайта көбейтіп қоясыздар. Тағы да бірінші тамаша шек синус 3х 1-ге тең болу үшін тағы да 3х-ке бөлеміз. Біз бөлдік, сондықтан қайтадан көбейтіп қоясыздар. Есептің мағынасы өзгермес үшін. Енді мынау бізде 1-ге тең болады. Бөліміндегі синус 3х бөлінген 3х, х нөлге ұмтылғанда 1-ге тең болады. Онда бізде қалғаны 7х бөлінген 3х. Мына х пен х жойылып кетеді. Жауабы 3-тен 7 деген жауабы дұрыс болады екен. Үшінші есепке қарай функцияның туындысын тап дейді. Енді бұл күрделі функция. Алдымен дәрежесінен туындаласыздар. 3 алдына түсіп кетеді. 1 дәреже азайтып тастаймыз. 2 дәреже қалады. Ішіндегі функциядан туындаламыз. Енді арк косинус х-тан туындалсақ еске түсіреміз. Формуласы қандай еді? Минус 1 бөлінген 1 азайтылған х квадрат түбірасында еді. Енді мынаны жақша алып жазғандарыңыз дұрыс болады. Алдына көбейтетін болсаңыздар, жауабы бізде Е жауабы дұрыс болады екен. Төртінші есеп: интеграл есептеуіміз керек. Түбірасында 3-ті интегралдың қасиеті бойынша алдына шығарып жіберуге болады. Сонда түбірасында 3 көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат қалды. 1 бөлінген косинус квадрат интегралдан бізде тангенс х болып шығатын. Енді Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша мына екеуінің мәндерін орындарына қойып шығамыз. Енді жылда келеді Ньютон-Лейбниц формуласын мына жерге жазып қояйын. Адан b-ға дейін функция берілетін болса, одан алғашқы функциясын b-ның мәнінен азайтып тастаймыз. Алғашқы функция a-ның мәнін. Ньютон-Лейбниц формуласы деп мынаны қайтадан жазып еске түсіріңіздер. Ол деген не деген сөз? Мынаның мәнін алып барып, мынау х-ның орнына қоямыз бірінші. Алғашқы функцияның түбірасында 3 тангенс пи бөлінген 3 азайтылған екінші мына өрнектің мәні, яғни пи бөлінген 6-ны алып кеп қоясыздар орнына. Түбірасында 3 тангенс пи бөлінген 6. Енді тангенс пи бөлінген 3-тегі мәні бізде түбірасында 3-ке тең. Түбірасында 3 көбейтілген, түбірасында 3 азайтылған, түбірасында 3 тангенс пи бөлінген 6 30 градустағы мәні түбірасында 3 бөлінген 3. Түбірасында 3-ке көбейтсеңіздер 3 азайтылған, мұны 3-ке бөлсек 1. Онда жауабы сіздерде 2-ге тең болады екен. Бесінші есепке қараймыз. Дүкенде жұмсақ ойыншықтардың 4 түрі бар дейді. Қаз, сегіз аяқ, акула, зебра дейді. Осы
сыйға беру үшін 10 жұмсақ ойыншықтан қанша береді. Енді әдеттегі тек қана 4 ойыншық таңдап алу дейтін болса, бізде кәдімгі қайталанбайтын теру болатын. Енді қайталанатын терудің формуласы аттары беріліп тұратын болса, еске сақтап аламыз. Қайталанатын терудің формуласы. Оның формуласы қандай еді бізде? N плюс K минус 1 факториал. Так, N-нен 1-ді азайтамыз. Факториал. K факториал. Енді бұл жердегі қайталанатын тердің үстін сызып қойғандарыңыз дұрысырақ. Үлкені үстіне жазамыз, астына кішісін жазамыз. Енді осылай жаттап алғандарыңыз дұрысырақ. Қайталанатын теруді аты беріліп тұратын болса, осы формуланы пайдаланасыздар. Так, мынаны қосамыз, 10-ға қосамыз, 4-ті азайтамыз, 1-ді, n-1. n-1 деген 4-тен 1-ді азайтамыз, ол 3-ге тең болады. K факториал, яғни 10 факториал. Бұл қайталанатын терудің формуласы. Мұна 13 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 10 факториал. 13 факториал деген сөз 1-ден 13-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі, яғни 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі 11, 12, 13 бөлімінде 3-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі және де 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Мұны екеуі қысқарады бір-бірімен. Мынау 6 болады, 6 мынаумен қысқарып 2 болады. Енді мынаның жауабын комментарийға есептеп жазып қойыңыздар. Қай жауап болады екен? 5-ші есептің жауабы деп жауабын жазасыздар. 6-ші есепке қараймыз. Мынау теңсіздікті шешіңіз дейді. Бірінші түбірдің астындағы анықталу облысын тауып аласыздар. Артық немесе тең 0-ден болу керек. Енді мына түбірдің астындағы сан -4-тен үлкен дейді. Бұндай жағдайда квадраттап керек емес, еске сақтап алыңыздар. Өйткені түбірден әрқашанда оң сан шығады, сондықтан квадраттамайсыздар. Мынандай квадрат теңсіздікті шығарғанда бірінші 0-ге теңестіріп алыңыздар, сосын барып түбірін тауып интервалға белгілейміз. Түбірі бізде плюс-минус 4 болады екен. -4 ол бізде боялады, артық немесе тең дедік. Таңбасы плюс, минус, плюс. Мына x квадраттың алдында таңбаға қараймыз, плюстан басталады, сондықтан таңбасы қайталанып отырады. Так, бізге керек аралық ол минус шексіздіктен -4-ке дейін және де 4-тен плюс шексіздікке дейін. С жауабы қойдым да бізде. Есептеңіз дейді, логарифм қасиеттерін еске түсіреміз. Барлығының негіздері 2-ден 1 екен. 1-ден негізге келтіріп аламыз. Логарифм 2-ден 1 негіздегі. Логарифм қасиеті бойынша алдындағы тұрған коэффициент мынаның дәрежесі болып кететін. 3-тің 4 дәрежесі. Минус 3-тен 2-ні де дәл сол сияқты. Логарифм 1-ден негізге келтіріп аламыз. 2-ден 1, мына 3-тен 2, мына 27-нің дәрежесі. 27 деген ол 3-тің 3 дәрежесі, осының 3-тен 2 дәрежесі. Минус логарифм 2-ден 1, мына 2-ні мынаның дәрежесіне шығарып жүреміз. Логарифм қасиет еді ол. Енді 1-ден негізге келтіріп алдық. Азайтылып тұратын болса, бөлу түрінде жазатынбыз, да? Логарифм 2-ден 1, енді есептеп алайын. 3-тің 4 дәрежесі ол 81. Азайту, онда бөлеміз. Мына 3 пен 3 қысқарып кетеді, 3-тің квадраты қалады. Ол 3-тің квадраты 9-ға тең. 36, ортасында азайту таңбасы тұр, онда бөлеміз 36-ға. Логарифм негізін жазып қояйын. 81-ді 9-ға бөлсеңіздер 9, 9-ды 36-ға бөлеміз. Қысқарады. Логарифм 2-ден 1 негіздегі 4-тен 1. 4-тен 1 деп отқан 2-ден 1-дің 2 дәрежесі. Енді бұнау алдындағы қасиет бойынша алдына түседі де 2 болады. 2-ден 1 мен 2-ден 1 қысқарып жойылып кетеді. Бізде жауабы, Е жауабы дұрыс болады екен. 8-ші есепке қараймыз. 3-тен 1 және де 5. Мұның барлығын 3 дәрежеге келтіреміз. 3-тің несіне келтіреміз? 1-де негіз қылып. Так, 3-тің минус 1 дәрежесі 3-пен көбейтіліп минус 3 болады. 25, 5-тің квадраты, сыртына минус 2-ден 1-дің өзін жазып қойайын. 9 ол 3-тің квадраты, 2-ден 3 дәрежесі. 27-ның 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. 5-тің өзін жазып қоямын. 8 ол 2-нің 4 дәрежесі, соның, так, 2-нің 3 дәрежесі болады, кешіресіздер. 2-нің 3 дәрежесінің 2-ден 1 дәрежесі. 2-ден 1 деген ол 2-нің минус 1 дәрежесі, алдындағы 2-ден 3-пен көбейтіліп, 2-нің минус 2-ден 3 дәрежесі болып кетеді. Енді мен мыналарды жеке-жеке есептеп алайын. 3-тің минус, так, мынау екеуі қысқарады. Мынау екеуі де қысқарады, сонда 3-тің минус 3 дәрежесі көбейтілген 5-тің минус 1 дәрежесі көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі қалады екен. 5-тің өзін жазып қоям.
мына екеуі көбейтіледі бір-біріне жақшаның сыртында тұратын болса, 2-ның 2-ден 3 дәрежесі көбейтілген 2-ның минус 2-ден 3 дәрежесі тең болады. Бірдей негізге келтіреміз. Мынау екеуінің негіздері бірдей болып тұр. Сондықтан дәрежелер бір-біріне қосылады да 3-дің 0 дәрежесі шығады. Ол бірге тең. 5-дің минус 1 дәрежесінің өзін жазып қоямын. Мынау екеуінің негіздері бірдей болып тұр. Онда екеуі бір-бірімен қосылады да дәрежелері. 2-ден 3 қосылған минус 2-ден 3, ол 2-ның 0 дәрежесі шығады. Ол бізде бірге тең. Мынау екеуінің негіздері бірдей болып тұр. Мынау екеуінің негіздері бірдей болып тұр. Онда мына екілер негіздері бірдей болса не істеуші еді? Азайтылатын еді. Минус 1, мынаның басында 1 бар деген сөз, азайтылған 1. Ол 5-дің минус 2 дәрежесі. Ол 5-дің квадратынан 1 деген сөз 25-тен 1-ге тең болады екен. 8-ші есепте сонда Д жауабы дұрыс болады екен. 9-ші есепке қараймыз. Арк синус, мына жақтан минус пи бөлінген алып тұр. Екі жағын бірдей синустап жібереміз. Арк синус x бөлінген 2 азайтылған 3 синус минус пи бөлінген 6. Мұны екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. X бөлінген 2 минус 3 тең болады. Минус пи бөлінген 6-дағы мәні нешеге тең еді? Синуста бізде пи бөлінген 6-да бізде 2-ден 1-ге тең еді. Минус 2-ден 1 сонда. Алдында минусы бар. Барлығын енді 2-ден құтылу үшін 2-ге көбейте салайын. Сонда x азайтылған 3 тең болады. 2-ге көбейтіледі, ол 6 болады бізде. 2 мен 2 қысқарады минус 1. X-іміз нешеге тең болады? Комментарийға жауабын жазып қойыңыздар. 9-ші есепте жауабы мынандай болады деп. 10-ші есепке қараймыз. Тақ функциялардың графигіне. Тақ функциялар ол координата өсімен қараған кезде симметриялы, яғни координата өсіне байланысты бүктесеңіздер бір-бірімен беттесетін болса, ол сіздерде тақ функция болады екен. Мынау бізде OY өсімен симметриялы болып тұр, сондықтан ол жұп функция болады. Мынау бола алмайды біріншісі. OY координата басы 0-ден 0 нүктесіне қарағанда симметриялы, мына нүктелер бір-бірін барлығын бүктейтін болсаңыздар симметриялы, L деген жауап дұрыс болады. Тақ болады екен бұл бізде. Мынау координата басына байланысты емес, тақта жұпта емес бұл. Мынау да дәл сол сияқты тақта жұпта емес. Мынау OY өсі бойынша симметриялы болып тұр, онда бұл жұп функция болады. Бізден тақты сұрап жатыр. Мынау координата басы бойынша бізде симметриялы, сондықтан мынау жауабы болады. Сонда L және P деген жауабы дұрыс болады екен. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылды. Түйіндесіне көбейтіп жібереміз. 11 бөлінген 2 түбір астында 5 азайтылған 3. Соның түйіндесі 2 түбір астында 5 қосылған 3 қарама-қарсы таңбасына көбейтіп жібересіздер. Онда алымында мен көбейтемін. Асты қысқаша көбейту формуласына келтіріп жатырмыз біз. А минус Б, А плюс Б. Ол мынаның квадраты азайтылған 3-дің квадраты. Мынаның өзін жазып қойайын мен. Мынау бізде 4, 4-ті 5-ке көбейтсеңіздер 20, 20-дан 9 азайтамыз 11. 2 түбір астында 5 қосылған 3. Мына 11 мен 11 қысқарады екен де 11-ші есептің жауабы бізде Е жауабы дұрыс болады екен. Функцияның ең кіші оң периодын табыңыздар деген дәрежесі тақ болып тұр. Синус пен косинус 2 пиді мына x-ның алдындағы коэффициентіне бөлетінбіз. Онда мына тангенс пен котангенста бізде ең кіші оң периоды 2 пиді мына x-ның алдындағы коэффициентке бөліп тастаймыз. Пиді бөлеміз де, біз керісінше бұл жерде косинус емес қой, котангенс. Ал синус пен косинус болса 2 пиді бөлеміз. Онда пиді бөлесіздер 2-ке. Онда бізде жауабы, В жауабы дұрыс болады екен. Функцияның кері функцияны табыңыздар дейді. X пен Y-дің орнын алмастырып аламыз. Мынаның орнына мен X-ті жазам. X тең болады. Ал X-дің орнына Y-ті жазып шығам. Енді осыдан Y-ті тауып шығуым керек. Пропорция бойынша мұны екеуін көбейтесіздер бір-біріне. Астында 1 бар деген соң мұны екеуін бір-біріне көбейтеміз. Сонда 2xy плюс 5x тең болады 3y минус 4-ке. Y-тарды бір жаққа жинаймын мен. X-тарды келесі жаққа өткізіп жіберейін. Сонда 2xy азайтылған 3y тең болады минус 4 минус 5x болады. Y-ті жақшаның сыртына шығарам. Сонда 2x азайтылған 3 қалды. Мына жерден 2, 3 деп жазып жатырмын мен.
Так, тең болады минус 4 минус 5х. Так, енді y табу үшін бөліп тастайсыздар. Минус 4 минус 5х бөлінген 2х минус 3. Осындай жауапты қараймыз. Так, бұндай жауап жоқ бізде. Так. Мына жерде минустың жақшаны сыртына шығара салғанда, мынаны минусты жақшаны сыртына шығаратын болсаңыздар, онда қандай болады? Минус 4-іміз плюс 4 болады, минус 5х плюс 5х болады. 2х азайтылған 3. Онда жауабы бізде Е жауабы. Е жауабы дұрыс болады екен. Бұл 13-ші есеп. 14-ші есепке қараймыз. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыздар дейді. Мына жаңа айнымалы енгіземіз. К деп алатын болсаңыздар, онда y к квадрат болады. К квадрат минус 9, мына жерде y штрихы бар болса 9y дейміз. Жай ғана y дейтін болса, онда оны жазбайсыздар. Так, к тең болады 9-ға, к-ның мәні бізде плюс минус 3-ке тең. Екі түбірі бар, дискриминант 0-ден артық. Бұндай кезде y-дің мәні, мынау формула жазып қоясыздар. С1 е-нің k1 x дәрежесі қосылған с2 комплекс сандардың дискриминант 0-ден артық болғандағы мәні. Бұл жерде k1 k2 деп отқан жаңағы мәндеріңіз. Мынау k1 мен k2-ның мәні с1 е-нің 3х дәрежесі қосылған с2 е-нің минус 3х дәрежесі. Мына жерде А, Б деп жазыпты жауабын. Енді Д жауабы. Так, Д жауабы емес. Бізде қандай жауап бізде? 14-ші есепте Д жауабы да бізде. К деп. Так, С1 С2-ні осы деп белгілепті. Онда бізде 14-ші есепте Д жауабы дұрыс болады дейсіздер. Серіппелі жүктің қозғалысы мынандай берілген, уақыт мезгіліндегі дененің үдеуін табыңыздар дейді. Енді мынадан туындалатын болсаңыздар, бұл жылдамдық шығады. Ал жылдамдықтан туындалатын болсақ, үдеу шығады. Одан екі рет туындаламыз, мынадан. Бірінші жетінің өзін жазып қоямыз, сосын мынаның ішіндегі аргументінен туындаламыз күрделі функция. 2t плюс пи бөлінген 3t бойынша туындалатын болсаңыздар, 2 синустан туындалатын болсақ, косинус. Енді осы жылдамдықтан туындалатын болсақ, бізде үдеу шығады. Үдеуді табу үшін жылдамдықтан туындаламыз. 14-тің өзін жазып қояйын. Көбейтілген. Ішінен туындаламыз бірінші. 2t-дан туындалатын болсаңыздар, 2 косинустан туындалатын болсақ, минус синус. Минусын алдына шығарып жіберейін. Енді бізге мына мәнді әкеп орнына қой дейді. Т-ның орнына пи бөлінген 2-ні әкеп қоямыз. Мұны екеуін көбейтетін болсақ, минус 28 көбейтілген синус 2 көбейтілген пи бөлінген 2. Қосу пи бөлінген 3. Тең болады минус 28-дің өзін жазып қоям. 2 мен 2 қысқаратта сіздерде синус пи қосылған пи бөлінген 3 қалды. Бұл нешінші ширек? Бұл пи қосылған болса 3-ші ширек. 3-ші ширекте синустың таңбасына пи қосылған синус өзгермейді. Синустың өзі қалады. Таңба оны жерде минус болады. Алдындағы минусымен плюс болып кетеді. Синус пи бөлінген 3 қалады. Синус 60 градустағы мәні бізде түбір астында 3 бөлінген 2 еді. Онда мұна екеуі қысқарады да 14 түбір астында 3 деген жауабы дұрыс болады екен. Бұл тест түріндегі 15 есеп, 16 есептен бастап бізде шығару жолымен жазатын есептер. Бұл жерде толық шығару жолын формулаларды жазып жүріңіздер. Шешуі деп жазасыздар. Мен бірінші есепке жазам. Қалғанын өздеріңіз осылай жазып отыру керексіздер. Себетте 4 алмұрт және 3 алма бар. Сосын себеттен 2 жемісті кездейсоқ алып шығады. Алынған 2 жемістің алмұрт болу ықтималдығы дейді. Енді ықтималдықтың жалпы формуласын жазып қоямыз. Мына формуланы пайдаланып жатырмыз. М бөлінген N. М дегеніміз керекті жағдай еді. Бізде керекті жағдай нешеу? Бізден сұрап тұрғаны алмұрт. Алмұрт, 2 алмұрт болу керек та бізде. Алмұрттарды жалпы бізде 4-еу, соның 2-еуін таңдап аламыз. Тері ғой бұл жерде. Дәл сол сияқты жалпы саны деп отқандарыңыз, мына жерде нешеу бар? Алмадан 3-еу бар, 3 алма, 4 алмұрт бар. Жалпы саны бізде 7-еу. 7 жалпы саны бар, содан 2-еуін таңдап аламыз. Мынау керекті жағдай үстіндегі тұрған М. N дегеніміз жалпы жағдай. Керектісін жалпысына бөліп тастаймыз. Ықтималдық деп отқанымыз осы еді.
мына бөлек жазсаңыздар болады. Онда біз есептейміз, енді терудің формуласын білетін шығарсыздар. 4 факториал, 2 факториал, 4-тен 2-ні азайтамыз, 2 факториал бөлінген 7 факториал бөлеміз, 2 факториал, 7-тен 2-ні азайтамыз, 5 факториал. Тең болады 4 факториал деген ол 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, 2 факториалға 3 пен 4-ті көбейтеміз. Мына 2 факториалдың өзін жазып қояйық, мына 2 көбейтілген 1 деп қояйық. Мұны екеуі қысқарады, бізде 2 қалады. Үстінен сіздерде 6 қарады екен бізде. Бөлімінде 7 факториал дегеніміз 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі және 6 көбейтілген 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. 2 факториалдың өзін жазып қояйық, 5 факториалдың өзін жазып қояйық. Мұны екеуі қысқаратын болса, 3 пен 7 көбейтіліп 21 болады. 21 мен 6 қысқаратын болса, бізде неше? 3-ке қысқартамыз. 7, 3-ке қысқартсаңыздар, 7-ден 2 бола ма? Вот ықтимал ол 7-ден 2-ге дейін болады. Сосын мына жаққа жауабы деп толық жазыңыздар сөзбен. Ықтималдылығымыз тең болады екен 7-ден 2-ге. Сонда сіздерде толық неше балл мынау? 2 балдық есеп. Шығару жолын толық жазуларыңыз керек осылайынан. 17-ші есепке қараймыз. Мынау берілген функция берілген. Сосын мынау нүктедегі мәнін табыңыздар дейді. Ол деген не сөз? Мына x-тің орнына алып келіп 2,5-ті қой деген сөз. Мына x-тің орнына 2,5-ті қойып шығамыз. Мына x-тің орнына 2,5-ті қоямыз. Сонда e-нің 2 көбейтілген x, яғни 2,5-ке көбейтеміз, азайтылған 5. 5-тен 5 азайтатын болсаңыздар 0, e деген тұрақты сан, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Жауабы деп ерінбей жазыңыздар. Тең болады 1-ге. Мына функцияның нүктесіндегі туындысының мәнін табыңыздар дейді. Алдымен бірінші туынды тауып аламыз. e-нің 2x минус 5 дәрежесінен туындаламыз. Бірінші дәрежесінен туындаласыздар, бұл күрделі функция. Шешуі деп жазуды ұмытпаңыздар, мына жерге шешуі деп барлығын жазып отырамыз. Дәрежесінен туындалатын болсаңыздар, ол 2-ге тең. e-нің өзінен туындалатын болсаңыздар, қайталап өзін жазып қоясыздар, e-нің өзін. e-нің туындысы өзіне тең болады екен. Енді осыны не істеуіміз керек? 2,5-тегі мәнін табуымыз керек. x-тің нүктесі мына x0-дің орнына әкеп, мына x-тардың орнына әкеп 2,5-ті қойып шығамыз. Сонда туындысының x-ның орнына 2,5-ті қоямыз. 2 көбейтілген e-нің мынау 1-ге тең болды. 2-ге көбейтсеңіздер, жауабы 2-ге тең болады екен. Мынау абсциссасы нүктесінде жүргізілген жанаман теңдеуін жазуымыз керек. Бірінші жанаман теңдеу жылда келеді, ОБТ-да да келеді, қайтадан жазып қояйық. Жанаман теңдеу дегеніміз бірінші функцияның нөлін x0-ді қоямыз, туынды тауып оған x0-ді қоямыз, жаңа тауып алғанбыз. Сосын x азайтылған x0 еді. Бұл жанаманың теңдеуі. Енді орындарына қойып шығамыз. Жанаманың теңдеуі, жаңа біріншісін тапқанымыз нешеге тең болды? Мынауымыз 1-ге тең болды ғой деймін де. 1-ге тең болды, орнына қойғанымыз қосылған. Туынды тауып 0-ге теңестіргенде 2,5-ті қойғанда бізде 2-ге тең болды ғой деймін де. 2-ге тең болды. X азайтылған x0, яғни 2,5-ті азайтамыз. 1 қосылған 2x, мынадан азайтатын болсаңыздар 5, сонда нешеге тең болады бізде? 2x азайтылған 4. Жауабы деп ерінбей жазыңыздар. Жауабы жанаманың теңдеуі тең болады екен 2x минус 4 деп жазып қою керексіздер. Сонда толық неше балл бұл? Бұл 1 балдық есеп екен. Мынау теңдеуді шешіңіз дейді. Жақшаларды ашып керек емес бұл жерде. ax квадрат плюс bx плюс c түрінде берілетін болса, бұндай теңдеулерді шығару үшін, онда біз не істейтін едік? Дискриминант арқылы шығарамыз. А-ның мәні нешеге тең бізде? 1-ге тең А-ның мәні. B-ның мәні бізде мынау минус нешеге тең? Минус 6, минус 5 айға тең болады. С-ның мәні мынаған тең. Комплекс сан екен. Онда дискриминант бойынша шығарамыз. Дискриминант формуласы қандай еді бізде? b квадрат азайтылған 4ac еді. b деп отқанымыз мынау, осыны квадраттаймыз енді. Квадраттасаңыздар бәрібір. Минус бәрібір плюс болып кетеді. Мен жаза берейін. Онда 6 минус 5. Осының квадраты азайтылған 4 көбейтілген a-мыз 1-ге тең. С-ның мәні 4 азайтылған 18 ай болады екен де бізде.
жақшаны ашатын болсаңыздар, қысқаша көбейту формуласы алтының квадраты. Так, 2ab ол минус 30, екіге көбейтетін болсаңыздар 60. Так, плюс 25 айдың квадраты. Ай квадрат бізде минус 1-ге тең, сондықтан мына жерде минус 25 болады. Минус 16. Так, минус пен минус плюс 32, 72 ай. Енді ұқсас нақты бөлігі мен нақты бөлігін, жорамал бөлігі мен жорамал бөлігін қосастар. Мынау нақты бөлігі, мынау бізде жорамал бөлік. Осыларды бір-біріне қосамыз. Сонда 36-дан 16-ны азайтсақ, 20, 20-дан 5 азайтамыз, минус 5. 72-ден 60 азайтатын болсаңыздар, плюс 12 ай. Мынаған тең болды. Енді біз Z1 мен Z2-ні табуымыз керек. Минус b, мынаның таңбасы 10 болып өтеді бізде. Формуланы жазып қой, минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a еді формула. Минус b мынау плюсын аласыздар. 6 минус 5i плюс минус түбір астында минус 5 плюс 12i бөлінген 2a. Так, енді біз мынау комплекс санды түбірден құтылып алуымыз керек. Ол үшін формула керек. Бізде қандай еді формуламыз? Енді басқа да шығару жолдар бар. X плюс y-ге теңестіріп, екі жағын бірдей квадраттап, нақты бөлігі мен нақты бөлігін, жорамал бөлігі мен жорамал бөлігін теңестіріп, сосын ары қарай не істеуге болады? Жүйе арқылы шығаратынбыз. Біз енді дайын формулаға қоя салайық. Мынандай формула бар еді бізде. Плюс минус түбір астында а квадрат плюс б квадрат, бұл түбірдің астында плюс а бөлінген 2. Так, сосын қандай бізде плюс, мына жердегі таңба айдың мәніне байланысты, б-ның мәніне байланысты, бізде б-ның мәніне байланысты. Плюс болса плюс, минус болса минус болатын жерде. Анда б-ның мәні бізде так, а квадрат плюс б квадрат, дәл сол сияқты, бірақ таңбасы мына жерде минусымен бөлінген 2. Осының барлығы түбірдің астында тұрады. Мен осы формуланы пайдаланып, мынау комплекс санды түбірден шығарам. А-ның мәні минус 5-ке тең, б-ның мәні плюс 12-ке тең. Минус 5-дің квадраты 25, плюс 12-ның квадраты 144. Осын түбірдің астына алам. Плюс а минус 5 бөлінген 2. Плюс ай тура жаңағы сияқты бөлінген 2. 25-ке қосамыз 144-ті. Азайтамыз нешені? Минус 5-ті, онда плюс 5 болып кетеді бізде. Осының барлығын түбірге аламыз. Тең болады плюс минус. Мынаны енді есептеп алыңыздар, нешеге тең болады? 169, одан 5-ті азайтатын, 13 шығады. 13-тен 5-ті азайтатын болсақ, бізде 8, 8-ді 2-ге бөлсеңіздер 4. Түбір астында 4. Мынау барлығын түбірге алып жүріп өтеді. Формулада бізде барлығы түбірде емес. Так, кешірім сұраймын, мына жерде түбір. Так, сосын түбір қай жерінде? Бізде мына жерде түбір ғой дейміз. Так, осылайынан болатын бізде формула, осылайынан еді. Кешірім сұраймын, жаңа барлығын түбірін алып жүріппін. Так, мынау бізде түбір мынандай болады. Вот, жақсы, енді дұрыс болды. Мынаны жақша алып қойғандарыңыз дұрыс-ақ. Вот, енді дұрыс болды. Так, онда так, 169-дан, так, мынада неше шығады енді? Түбір астында 8, так, 8-ді 2-ге бөлсеңіздер 4-те, түбір астында 4. Одан 2 шығады. Плюс, так, мына қосатын болсаңыздар 13-ке 5 тоқсан, 18, 18-ді 2-ге бөлсеңіздер түбір астында 9. Сонда шығады екен плюс минус 2 плюс 3 ай шығады екен. Вот түбірден шығарып алдық. Енді осыны апарып біз қайда қоямыз? Мына жерге әкеп орнына қоюымыз керек. Так, Z1-ді табам мен. Z1-ді табатын болсам, плюс мен алайын. 6 минус 5 ай 2 плюс 3 ай. Түбірден шығарғандағы мән бөлінген 2.
тең болады. Так, нақты бөлігі. 6 мен 2-ні қосамыз. 8. Мынадан мынаны азайтатын болсаңыз, жорамал бөлігі 2 ай болады. Бөлінген 2. Мен 2-ні жақшан сыртына шығарып жіберейін. Сонда 4 азайтылған ай бөлінген 2. Мұны екеуі қысқарады да бізде 4 азайтылған ай қалады екен. Бірінші түбірі бұл. Екінші түбірі z2-ні тауып аламыз. Мынаның өзін жазып қоясыздар. Минусымен аламыз, таңбаға мұқият боламыз. Алдында жақшаға алып жазғандарыңыз дұрысырақ, енді плюс минусқа айналып кетеді. Мына жақшаға алсаңыздар, онда жақшаны ашқан кезде мына жерде минус болады, таңба. Осы жерде мұқият боламыз. Бөлінген 2. 6-дан 2-ні азайтамыз. 4, мынау минус 8 ай бөлінген 2. 4-ті жақшаның сыртына шығаратын болсаңыздар, 1 азайтылған 2 ай болады. Так, біз 4 емес 2-ні шығара салайық. Неге 4-ті шығарып жатырмын? 2-ні шығаратын болсақ, 2 азайтылған 4 ай бөлінген 2. Онда мұны екеуі бір-бірімен қысқарады. 2 минус 4 ай. Енді жауабын жазып қойсыздар. Z1 тең болады мынаған, Z2 тең болады мынаған деп жауабын жазып қою керексіздер. 4 балдық есеп екен. 19 есепке қараймыз енді. Аттестат сөзіндегі 8 әріптің әрқайсысы жеке магнитті карточкаға жазылған. Карточкалар бір қатарда орналастырылды дейді. Енді орналастырудың формуласы екен бұл. Өзі айтып тұр орналастырылды деп. Әріптерді әртүрлі етіп орналастырудың неше тәсілі бар дейді. Енді бізде 8 әріп бар. Қайсысы? Так, А деген әріп бізде 2 рет қайталанады. 2 реттен. Так, Т деген әріпті санаймыз. 1, 2, 3, 4 рет қайталанып тұр. Т деген әріп. Қалғандарын да санап шығайық. Е деген әріп бізде 1 рет. Так, С деген әріп бізде 1 рет. 1 реттен. Так, енді қалған әріптер жоқ. Онда бізде 8 әріп. Енді орналастырудың формуласы мынандай еді бізде. P дегеніміз n факториал еді. Орналастырудың формуласы. Әріптер қайталанып тұр, сондықтан соның факториалына бөліп тастаймыз, оны ұмытпаңыздар. Так, сонда бізде 8 факториал қайталанып тұрған әріптердің санына бөліп тастаймыз. 2 факториалға бөлеміз, және де 4 факториалға бөліп тастайсыздар. Сонда бізде 8 факториал дегеніміз 8-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі бөлінген, 4 факториалдың өзін жазып қоямыз. 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2 факториал деп отқан. Мына екеуі қысқарады. 2 мен мына екеуі қысқарады. Сонда 15 пен нешені көбейтеміз? 56 ма? Так, жауабына 19 есеп А-сының жауабы деп жазып қойыңыздар. 4 әріпі бірге тұратындай әріптерді орналастырудың. Бұл да орналастыру дейді. Енді қарайық. 4 әріп бірге тұру керек. Т, 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 Т. Сосын қандай? Аттестат. Аттестат, да, бізде 8 әріп болды. Так, мынау Т артықтау бізде. Тағы бір А бар ғой деймін да бізде. Так, ол деген не деген сөз? 4 әріп бірге тұрады деген сөз. Мынаны бір әріп ретінде қарастырамыз. Сонда неше әріп бар бізде? 5 әріп бар. 5 факториал орналастыру дегеніміз n факториал еді. Және де мына А деген әріптер 2 рет қайталанып тұр, байқасаңыздар. А деген әріп 2 рет қайталанып тұр. Сондықтан 2 факториалға бөліп тастаймыз. Мынаны ұмытпаңыздар, 2 факториалға бөлуді. 5 факториал дегеніміз 2 факториал көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 деген сөз. 2 факториалмен қысқартамыз. Енді мынаны есептеп 19 есептің Б-сының жауабы деп комментарийға жазып қоясыздар. 8 карточка орналастыру және 2 карточка кездейсоқ таңдалды карточкалар келі қайтарылмайды дейді. Осы 2 карточканың кем дегенде біреуінің тарифі болу ықтималдығы дейді. Ықтималдық табуымыз керек. Ол не еді бізде? N бөлінген енді керекті жағдай жалпы санына бөліп тастайтынбыз да. Енді жалпы ықтималдық барлық жағдай орындалатын болса, ол 1-ге тең деген сөз. Сол 1-ден азайтып тастаймыз ғой бұл жерде. Енді қараймыз. Енді бірінші тәсіл осы екеуінің қайсысымен шығарсаңыздар да дұрыс. Енді екі тәсілін көрсетіп қояйық. Бірінші тәсіл жалпы ықтималдық өзі 1-ге тең. Өзі 8 әріп бар еді, 8 әріп бар еді. Оның 4-еуі Т. Бірінші неден алынды? Бірінші карточкадан. Сосын
екінші карточка ішінде 7 әріп қалды ғой. Соның ішіндегі үшеуі тай. Яғни үшеуі ғана та болады. Осыны есептейтін болсаңыздар жауап шығу керек. Енді бірден азайтамыз. 56, 12 қысқартатын болсақ нешеге тең мына жерде? Төртке қысқартатын болсақ, мына жерде 3, мына жерде 1, 14 болады. Бір азайтылған 14-тен 3 екен, 14-ке ортақ бөлім керек. 14-тен 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 3-ті азайтатын болсақ, 14-тен неше болады? 14-тен 11 ме? Жауап осы шығу керек. Енді екінші тәсілде тура жаңағы тәсілге ұқсайды. Бірден азайтамыз. Бізде неше еді? Өзі керекті саны бізде 4 әріптің екеуін таңдап аласыздар. Керекті саны. Ал жалпы саны бізде 8 әріптің тоже екеуін таңдап аламыз. Осыны есептейтін болсаңыздар да сіздерде 14-тен 11 шыға ма екен тексеріп, 19 есептің С жауабы деп тексерілді, 14-тен 11 шығады деп жазып қойыңыздар. 20 есепке қараймыз. Мынау алмастыру тәсілімен шығарыңыздар дейді. Тең болады. Мен интегралын жерге тең деп жазып қойық. Алмастыруда қандай еді бізде? Уды не деп алыңыздар дейді? 1 қосылған 4 ln x деп алыңыздар дейді. Онда мен екі жағынан бір дифференциалдап жіберейін. Яғни туындалайын. Дифференциал деген сөз туынды. Бірден туындалатын болсаңыздар ол 0-ге тең. 4 ln x-тің туындысы 1 бөлінген x еді. dx. Вот болды, енді осыларды енді қараңыздар, бұл жерде мұқият боламыз. Так, бізде du-дің орнында мынау тұр да. 4 бөлінген x dx дегеніміз du. Яғни 4 бөлінген x dx дегеніміз du-ға тең. Тең болады интеграл мынаның орнында бізде du тұру керек. Яғни du. Ал енді мынаның орнында бізде u тұру керек. Яғни 1 бөлінген u квадрат. Мен мынаны қалай жазсаңыздар? Мына туындыны кері оғым деп жазсаңыздар болады. Немесе бүйтіп шығару жолымен қарайық та. u-дің -2 дәрежесі түрінде аламын. Мынаны интегралдан шығару үшін 1 дәреже қосам дәрежесінен. Онда u -2 плюс 1 соған бөліп тастайтынмын. Плюс c. Ол u-дің -1 дәрежесі қалады. -1. Мынау деген не деген сөз? -1 бөлінген u деген сөз ғой. Плюс c. Енді u-дің орнында бізде не тұрады? U-дің орнында бізде мынау тұрады. Соны әкеп жазып қоямын. 1 бөлінген 1 қосылған 4 ln x плюс c. Жауабы деп осыны жауабына жазып қоясыздар. 21-ші есепке қараймыз. Мынандай функция мынау аралықта жатыр дейді. 0 мен 2, яғни 0 градус пен 360 градустың арасында көрсетілген. P максимум нүктесі, мынау максимум нүкте екен. P нүктесінің абсцисасы А-ға тең дейді. Енді абсциса x-тің мәні А-ға тең болады дейді. Боялған бөлік қисықпен және абсциса өсумен мынау шектелген, яғни мына аралықта айтып жатыр бізде. М нүктесінің абсцисасын табыңыздар дейді. Абсциса дегеніміз ол не еді? Ол бізде x-тің мәні еді. Мына М нүктесінің координатасын жазатын болсаңыздар, x-тан 0 деген сөз. Y-тің мәні, мынау Y-тің мәні, мынау X-тің мәні. Онда Y 0-ге тең болса, X-тің мәні тап деген сөз ғой. Мен мынаның өзін жазып қояйын. Төбір астында 3 синус x бөлінген 2 азайтылған 3 косинус x бөлінген 2 тең болады 0-ге. Өйткені мынау Y-тің мәні 0-ге тең болып тұр. Мынау М нүктесінің координатысында. X өсімен қиылысып жатыр ғой. Енді осыдан X-ті тауып шығамыз. Мен тангенсқа айналдырып алайын. Барлығын неге бөліп тастайын? Барлығын косинус бөліп тастайын. Мынау косинусқа бөлетін болсаңыздар, ол тангенс болады. Азайтылған 3 косинус пен косинус қысқарып, мына 3-тің өзі ғана қалады. Енді келесі жаққа өтсе -3 плюс 3 болып келесі жаққа өтеді. Тангенс x бөлінген 2, 3-ті түбір астында 3-ге бөлеміз. Енді иррационалдықтан құтылатын болсаңыздар, 3 түбір астында 3-3-3-3-3-ге көбейтетін болсақ 3, 12 қысқарады да бізде тангенс x бөлінген 2 түбір астында 3-тің өзіне тең болады екен. Енді түбір астында 3-тегі мәні нешеге тең бізде? Тангенстің түбір астында 3-тегі мәні π бөлінген 3 еді.
x бөлінген 2 пи бөлінген 3 қосылған пи n. Мынаның барлығын 2-ге көбейтіп жіберемін. Сонда x тең болады 2 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи n. n тиісті z-ға. Жаңа шарты бар еді бізде. Қай градустардың арасында жатыр деді? 0 градус пен 180 градустың арасында жатыр дейді. Онда біз 0-ді әкеп n-нің орнына қоятын болсақ, онда 0-ді әкеп мынау n-нің орнына қоямыз. Онда x-тің мәні тең болады 2 пи бөлінген 3 қосылған 0 болады. 2 пи бөлінген 3 деген ол неше градус? Пи бөлінген 3 деген ол 60, 2-ге көбейтетін болсаңыздар 120 градус. 120 градус анау аралықта жатыр. Онда жауабы деп x-тің мәнін осыны жазып қоясыздар. 120 градус екен. Мына жердегі 120 градуста 0 екен. Жақсы, енді екінші сұрақ бізде былайынан дейді. А-ның мәнін табыңыз дейді. А-ның мәні дегеніміз не еді? Мынаның мәні ғой. Ол максимум. Максимум табу үшін не істейтін едік біз? Алдымен туынды табатын, максимум минимум табу үшін. Сосын барып, сол туындыға байланысты 0-ге теңестіріп алып табатын едім да. Сол қасиеттерді пайдаланамын қазір. Бірінші мына функциядан туынды алып алуым керек. Так, мына функцияны қарап алайық. Түбір астында 3, түбір асты 3-тен басталады да. Бірінші туындыны тауып алам, сосын 0-ге теңестіретін максимум минимум табу үшін. Максимум нүкте деп жаңа берілді ғой. Онда мен берілген функциям түбір астында 3 синус x бөлінген 2 минус 3 косинус x бөлінген 2. Осыдан туынды алам. Бірінші, сосын 0-ге теңестіремін. Мынадан туынды алатын болсаңыздар, мынаның k деген коэффициентін алдына шығарып жіберемін, немесе туындысына бөлемін деп айтсаңыздар болады. Алдына шығарып жіберсек 2-ден 1, түбір астында 3-дің өзін жазып қоямын. Синустан туынды алатын болсам қандай еді бізде? Косинус минус, мынаны тоже сіздерде ұмытпаңыздар оны, туындысына бөлуді. 2-ден 1-ге бөліп, немесе мына жерде 2-ден 1-ге бөлеміз ғой да туындысына. Қате істеп жатырмыз, онда мынаны туындысына бөліп тастаймыз. К деген коэффициент ол 2-ге тең болып кетеді екен. Мынау түбір астында 3 бөлеміз нешеге? 2-ден 1-ге туындысына бөліп тастаймыз ғой. Минус 3-тің өзін жазып қоямын. Косинустан туынды алатын болсаңыздар, синус, минус синус, алдындағы минус мен плюс болып кетеді. Синус x бөлінген 2 бөлімінде бізде 2-ден 1 туындысына бөліп тастаймыз. Керісінше еді ғой да, біз интеграл тауып жатқан жоқпыз ғой. Кешірім сұраймын, мен интегралмен шатастырып жатырмын. Мынадан туынды алатын болсақ, қателесіп жатырмын, мен интегралмен шатастырып жатырмын. Дұрыс айтып жатырмыз. Мынадан туынды алып алдына көбейтіледі, кешірім сұраймын. 2-ден 1, 2-ден 1 алдына көбейтіледі. Интеграл тапқан кезде бөлесіздер туындысына. Интеграл емес қой бізде. Жақсы, енді осыны есептеп аламыз. Сонда бізде қандай болады? Енді мынаны есептеп 0-ге теңестірейік те. Мынаны есептейтін болсаңыздар, түбір астында 3 бөлінген 2 тең деп жаза берейін енді. Косинус x бөлінген 2 плюс 2-ден 3 синус x бөлінген 2. Осыны алып мен туындысын тауып алдым, осыны 0-ге теңестіремін. Мынандай теңдеуді шығару үшін не істейтін едік біз? Екі жағын бірдей тангенсқа келтіріп алайын. Тангенсқа келтіру үшін мен не істеп жіберейін? Косинусқа бөліп жіберейін тағы да. Косинусқа бөлеміз. Сонда бізде мынаның өзі қалады. Түбір асты 3 бөлінген 2-нің плюс 2-ден 3 тангенс x бөлінген 2 тең болады 0-ге. Мынаны келесі жаққа өткізе салам. Минус 2-ден түбір астында 3. Осыдан тангенсті табу үшін мынаны керісіне көбейтіп жіберемін да. 3-тен 2-ге, мынау 2-ге қысқарады. Сонда x бөлінген 2 тең болады. Минус түбір астында 3 бөлінген 3, минус таңбасы алдына шығады. Арық тангенс түбір астында 3 бөлінген 3 дегенім пи бөлінген 6 еді. Пи бөлінген 6 қосылған пи n. N тиісті z-ға. Енді жаңа айтылды бізде, x дәл тапқан жоқпыз. 2-ге көбейтіп жіберемін онда. 2-ге көбейтіп жіберемін, сонда x тең болады. 2 мен 6 қысқаратын болса, минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи n болады. Жаңа 0 градус пен 360 градус деді. N-нің орнына бірінші 0-ді қойып көрем. 0-ді қоятын болсам, онда бізде x-іміз минус пи бөлінген 3 болады.
бұл жаңағы аралықта жатқан жоқ, 0 градус пен 360 градустың арасында жатқан жоқ. Онда мына жауабы бола алмайды. Екінші n-ді әкеліп мен 1-ді қоямын. Онда сіздерде минус пи бөлінген 3. Мына n-нің орнына әкеліп қойып жатырмын. Онда минус x тең болады минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи. Ортақ бөлімге келтіретін болсаңыздар, 6 пидан пиді азайтатын болсақ, 5 пи бөлінген 3 шығады. Енді 5 пи бөлінген 3 дегеніміз ол неше градус? 65-ке өтмесін 300 градус. 300 градус жаңағы аралықта жатыр. Онда жауабы осы болады. Жауабы деп мынаны жазып қоясыздар. Тағы шықпайтын болса, анау аралықта жатпаса, ұмытпаңыздар, n тең минус 1-ді әкеп қойып шығасыздар. Жатпай қалатын болса, жатқандықтан осы жауабын жауап ретінде аламыз. Боялған бөліктің ауданын табыңыздар дейді. Боялған бөліктің ауданын табу үшін бізде интеграл еді. Жаңағы 300 градусымыз қанша болды мына жерде? 300 градус пен 100 неше градус? 120 градус болды ма? Жаңағы 120 градустың аралығы, да? Енді 11 сынып материалдан еске түсіреміз. Боялған бөліктің ауданын табу үшін, мынау боялған бөліктің ауданын табу үшін, енді мынау x тең 0 деген түзумен шектеліп жатыр. Үстіңгі жатқан функцияның астыңғы жатқан функцияның интегралын азайтып тастайтынбыз. Мынаның мәні бар бізде 120 градус шектері, сосын мына жерде 300 градус болды. Шектерін осы екеуін жазамыз, және де мынадан интеграл алатынбыз. Осы функцияның несінен, өзінен интеграл алып тастаймыз. 0-ден интеграл алсаңыздар, бәрібір азайтылған 0 дейміз, ол сіздерде әсер етпейді. Осыдан интеграл алсақ жеткілікті. Онда оның интегралы бізде қандай болады? 300 градустан 5π бөлінген неше? Жаңа тапқан градусымыз 5π бөлінген 3. Астында бізде қандай болды? 2π бөлінген 3 болды деймін, да? 2π бөлінген 3. Функцияның өзі түбір астында 3 x бөлінген 2 синусы бар ғой. Синус x бөлінген 2 азайтылған 3 косинус x бөлінген 2. Осындай болды функциямыз. dx. Осы интеграл тапсаңыздар жеткілікті. Енді Ньютон-Лейбниц формуласы анықталған интеграл табу үшін бірінші мынадан интегралдан шығарып аламыз. Түбір астында 3-тің өзін жазып қоямын. Мынаның туындысына бөліп тастауды ұмытпаңыздар. Жаңа айтып жатқаным осы ғой. Синустан интеграл алатын болсаңыздар, бізде минус косинус болады. Минус косинус x бөлінген 2, соның туындысына бөлеміз 2-ден 1-ге. Мынаның туындысына бөлеміз. Күрделі функция бұл. Азайтылған 3-тің өзін жазып қоямын. Косинустан интеграл алатын болсаңыздар, синус x бөлінген 2-нің өзін жазамын, бөлінген. Енді мен мынадан туынды алып, соған бөліп тастаймын 2-ден 1-ге. Тең болады. Мына шектерін жазып қойды, ұмытпаңыздар. Мына жерде неше градус? 5π бөлінген 3, 300 градус. Мына жерде 2π бөлінген 3 тең болады. Мынау үстіне көбейтіліп шығып кетеді. Минус 2 түбір астында 3 косинус x бөлінген 2 деп жазып қояйын. Азайтылған 6 синус x бөлінген 2. Мынау 5π бөлінген 3, 2π бөлінген 3. Енді орындарына әкеп қоямын. Минус 2 түбір астында 3. Ньютон-Лейбниц формуласы бірінші мыналарды әкеп, мынау x-ның орнына қойып шығам. Косинус 5π бөлінген 3, мына 2-ге көбейтілетін болса, ол 5π бөлінген 6 болады, да? Азайтылған 6 синус. 6 синус 5π бөлінген 3, 2-ден 1-ге көбейтілсе, 5π бөлінген 6 болады тоже. Азайту Ньютон-Лейбниц формуласында формула басында жазып көрсеттім. Енді алып кеп, мынау мәндерін мына x-тің орнына қойып шығамыз. Сонда минус, анау минуспен плюс болып кетеді екен. 2 түбір астында 3-нің өзін жазам. Косинус 2π бөлінген 3, 2 мен 2 қысқарып кетеді де, пи бөлінген 3-нің өзі ғана қалады. Пи бөлінген 3. Алдында минусы бар, мына минуспен тағы да плюс болып кетеді. 6 синус, тура жаңағы сияқты 2 мен 2 қысқарады, пи бөлінген 3 қалады.
тең болады. Енді осылардың мәндерін тауып жазуымыз керек. Минус 2 түбірасында 3-тің өзін жазып қояйын. 5 пи бөлінген 3 деген ол неше градус? Пи бөлінген 6, 5 пи бөлінген 6 деген. Пи бөлінген 6 ол бізде 30. Так, 30, 35-ке көйсек 150. Мен 150 градусты келесідей жаза аламын да. 180 азайтылған 30 деп жаза аламын келтіру формуласына. Енді градустық мәнін білсеңіздер жаза берсеңіздер болады. Минус 6 синус 180 азайтылған 30 градус. Қосылған 2 түбірасында 3-тің өзін жазып қоямын. Косинус 60 градустағы мәні бізде 2-ден 1-ге тең еді. Қосылған 6 синус 60 градустағы мәні түбірасында 3 бөлінген 2 еді. Тең болады. Так, мынау косинус келтіру формуласы екінші ширек. Косинус екінші ширекте таңбасы бізде минус болады. Мына минуспен не болып кетеді? Плюс 2 түбірасында 3. Косинус 30 градустағы мән нешеге тең бізде? 2-ден 1-ге тең. Минус 6 синус, так, мынау екінші ширек таңбасы бізде синус 30 градустағы мәні. Так, мына жерде дұрыс есептедік па? Косинус 30 градустағы мәні. Косинус 30 градустағы мәні. Так. Косинус 30 градустағы. Так. Қателесіп кеттік қой деймін, түбірасы 3 бөлінген 2. Так, кешірім сұраймын. Мына жерде түбірасы 3 бөлінген 2. Синус 30 градустағы мәні бізде неше градус? Так, синус 30. Ол 2-ден 1-ге тең. Вот. Так, қосу 2 мен 2 қысқарады. Түбірасында 3 плюс мынау мен мынау қысқарады. 3 түбірасында 3. Мұны екеуін қысқартамыз. Түбірасы 3 пен түбірасы 3-ті көбейтетін болсаңыздар 3 азайтылған 6 мен 2 қысқарады да бізде 3-ке тең болады. Түбірасында 3 пен 3 түбірасында 3-ті қоссаңыздар 4 түбірасында 3. Онда жауабы 4 түбірасында 3 квадрат бірлік деп ерінбей жазыңыздар жауабын. Квадрат бірлік. Так, жауабы S-тен болады осы деп жазып қоясыздар. Егер де көлемін тап дейтін болса, онда куб бірлік. Ол кезде формуласын анау алдыңғы нұсқаларда бар. Қарап оған байланысты есептерде келіп жүр жылда. Қарап алыңыздар, дұрыстап қараймыз. Басқа нұсқаларда қарауға кеңес беремін енді осындай кезде. Мынау теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Бірінші мынаны біз бірдей негізге келтіріп алуымыз керек. 3-ке келтіріп алуымыз керек. Мен жазып қояйын. 3х квадрат плюс 8х минус 4,5-тің өзін жазып қоям. Артық немесе тең. 81 түбірасында 3 дегеніміз ол 3-тің 4 дәрежесі, 3-тің 2-ден 1 дәрежесі түбірасында. Ол 4,2-ден 1, яғни 2-ден 9. Немесе 4,2-ден 1 деп жаза беріңіздер. Так, 3-тің 2-ден 9 дәрежесі. Мынау бірінші теңсіздік бойынша. Екінші теңсіздік қараймыз. Мынау минус x дәреже, мынау x дәреже болып тұр. Онда екеуін бірде x дәреже келтіреміз. Мынау минус 1 дәреже деген сөз. Онда мен қазір келтірейін де 7-ден 2-нің x дәрежесі көбейтілген минус дәреже деген сөз екеуінің орнын алмастырамыз. Кері санына, яғни 16-дан 49. Онда минус плюс болып, мынау плюс болып кетеді. Артық 512, 343-ті мен келесі жаққа өткізіп жіберейін. Так, енді осыдан шығатын қандай бізде? Мына екеуінің негіздері бірдей болып тұр. Онда бірден үлкен сан, онда таңба ауыспайды. Дәрежелері бір-бірімен таңбасы сақталып жазылады. Артық немесе тең 2-ден 9 деп жазып қояйын. Екіншісіне қараймыз. Мына екеуінің дәрежелері бірдей болып тұр. X дәреже, онда мен бір жақшаның ішіне келтіріп жазалам. 7-ден 2, 16-дан 49-ды көбейтіп жазалам. Осының X дәрежесі. Артық 312-ден 512-де кешірім сұрайым. Так, 343. Мынау 4,5 келесі жаққа өтетін болса, ол бізде 9 болып кетеді. Онда бірінші теңсіздік минус 4,5 минус 9. Артық немесе тең 0. Мұны екеуі қысқарады. Мына жерде 4, так, 4 емес 8 бізде. 8-ге мына жерде нешеге тең болады? 1, 7-ге тең болады. 8-ден 7-нің x дәрежесі артық 512 дегеніміз ол 8-дің 3 дәрежесі, 343 деген 7-нің 3 дәрежесі. Так, мұны екеуін мен 3 дәреже түрінде жазалам. Так, енді мына жерде мұқият болыңыздар. Мынау екеуі
негіздері бірдей, бірақ 0 мен 1-дің арасында жатыр, сондықтан таңба ауысады. Мынадан шығатыны бізде x кіші 3-тен, мына екеуі жойылып кетеді де, дәрежелерін ғана жаза саласыздар. Так, енді мынау квадрат теңестік шығарғанда алдымен 0-ге теңестіріп аламыз, сосын түбірін тауып аламыз. x1 мен x2 нешеге тең болады? Виет теоремасы бойынша көбейткенде -9-ға тең болу керек. 9 пен 1 қосқан кезде -8-ге тең болу керек. Онда таңбаны мына жерге қоямын. Енді осыларды әкеп біз не істейміз? Интервалдарға белгілеуіміз керек. -9 сосын 1. X квадраттың алдына таңба плюс, минус плюс болады. Мына жерде бізге керегі плюс жағы. Екіншісін қараймыз, 3-тен кіші сандар дейді. 3-тен кіші сандар. Яғни кішісін белгілейміз. Енді осылардың қиылысқан жерлерін жауап ретінде аламыз. Минус шексіздікті екеуінде боялып тұрған жер -9-ға дейін бірігеді. 1-ден бастап қай жерге дейін болады? 3-ке дейін деген жауабы дұрыс болады. Жауабы деп осыны жазып қоясыздар. 23-ші есепке қараймыз. Мынау теңсіздікті шешіңіз дейді. Енді жаңа айнымалы енгіземіз. Синус x-ті бір т деп алыңыздар. Онда синус квадрат x t квадрат болады. Онда 2t квадрат минус 7t плюс 3 артық 0-ден. Мынаны алдымен 0-ге теңестіріп алып, сосын дискриминантпен шығарамыз. Тең болады. Минус 7-нің квадраты 49, азайтылған 4, көбейтілген 2, көбейтілген 3. 49-дан 8, 24 азайтамыз. Ол 25. 25 деп отқандарыңыз 5-тің квадраты. Онда t1 мен t2 тең болады. Минус b плюс минус түбір астында дискриминант 25-тен 5 болып шығады. Бөлінген 2a. 4-ке бөлеміз. 7-ге 5-ті қосамыз. Ол 12. 12-ні 4-ке бөлсеңіздер 3. Азайтамыз. 2, 4-тен 2 ол 2-ден 1-ге тең болады қысқарып. Енді біздің тауып жатқанымыз t-ның мәні. Біз әлі есепті аяқталған жоқпыз. Бізге керек плюс жағы. Сонда t тиісті болады екен минус шексіздіктен 2-ден 1-ге дейін. Бірігеді 3-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл t-ның мәні. Енді бізге керегі синус x. Синус x деп отқанымыз осы ненің мәні? Мынау бұлай да жазылуға болады. T деген кіші қайсынан? T кіші 2-ден 1-ден немесе t 1-ге деп жазсаңыздар болады. Артық 3-тен болып тұр. Синус x 2-ден 1-ден кіші және де синус x артық 3-тен. Синус x-тің мәні ол минус 1 мен 1-дің арасында жататын. Минус 1 мен 1-дің арасында жатыр синус x-тің мәні. Сондықтан мұна 3-тен артық болу мүмкін емес, шешім болмайды дейсіздер. Тек қана мынау бірінші жағдайды қарастырамыз. Бірлік шеңберге 2-ден 1-дегі мәні ол нешеге тең еді бізде? Пи бөлінген 6 еді. Кіші деп тұр, сондықтан астыңғы жағын бояймыз. Астыңғы жағын бояйсыздар. Минус пидан, мынау жер минус пи деген сөз, минус пи азайтылған пи бөлінген 6. Бұл нешеге тең болады? Ортақ бөлімге келсеңіздер, 6 минус 7 пи бөлінген 6 ма? Минус 7 пи бөлінген 6. Енді жазып қоясыздар, онда x тиісті болады. Минус 7 пи бөлінген 6. Содан бастап пи бөлінген 6-ға дейін. Жауабы деп осыны жазып қоясыздар жауабына. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыздар дейді. Енді мынау пропорция бойынша y dy болады. Тең болады. Мұны екеуі бір-біріне көбейтілетін болса, жалпы шешім тап деген сөз, екі жағынан бірдей интеграл ал деген сөз. Онда y квадрат бөлінген 2 тең болады x-тің кубы бөлінген 3 азайтылған 2x плюс c. Енді осыдан y тауып шығамыз. Барлығын 2-ге көбейтіп жіберетін болсаңыздар, минус 4x мен 2-ге көбейтіп жатырмын барлығын. Плюс 2c деген жауабы шығады. Онда y табамыз, төбір астын аламыз. Плюс минус төбір астында 2x квадрат кубы да бізде. 2x-тің кубы бөлінген 3 азайту
Так, жалпы шешімі осы болады. Мынау жалпы шешімі деп жауабына жазып қоясыздар. Енді мынаның дербес шешімін табыңыздар. Дербес шешімі деген не деген сөз? Мынау x-тің мәні деген сөз. X тең болады 0 деген сөз, мына 0. Y-тің мәні мынаған тең деген сөз. Онда Y тең болады 1-ге деген сөз. Осыдан шығады бізде мыналардың орнына әкеп қоямыз. X-тардың орнына және де Y-тің орнына мәндерін әкеп қоямыз. Y-іміз тең болды 1-ге тең болады плюс минус түбір астында 2 көбейтілген x-тің кубы, яғни 0-дің кубы 0-ге тең бөлестер 3-ке, азайтылған 4 0-ге көбейтеміз, қосылған 2c. Енді осыны шешіп шығатын болсаңыздар, с-ның мәні шығады. Сонда бізде дербес шешімін табамыз. 1 тең болады плюс минус түбір астында 2c қалады. Екі жағын бірдей квадраттап жібереміз, сонда түбірден құтыласыздар. Онда с-ның мәні нешеге тең болады екен? 2-ден 1-ге тең болады екен. Осы с-ның мәнін апарамыз, енді қай жерге қоямыз? Мына с-ның мәнін апарып, мына жерге қоямыз. Сонда дербес шешімі шығады. Онда y тең болады плюс минус түбір астында 2x-тің кубы бөлінген 3 азайтылған 4x қосу 2 көбейтілген 2-ден 1. Мұны екеуі қысқарып кетеді де 1 қалады. Мына жерде 1-ге тең болады. Осы дербес шешімі деп жазып қойсыздар. Жауабына дербес шешімі деп. Так, 25-ші есеп, соңғы есеп. Ермек жаңа жылдық сыйлықты салу үшін табаны тең бүйірлі трапеция формасындағы сыйлықтың қорабын сатып алды. Тең бүйірлі трапецияның бүйір қабырғасы және кіші табаны 14 сантиметрге тең. Бір тең бүйірлі трапеция салып алайық. Сызғышпен, карандашпен әдемілеп салыңыздар. Мына бұрышты сұрап жатыр бізден. А-ның мәні тең болады нешеге дейді? 14-ке дейді. Сосын b берілген астыңғы табаны, мына с-ның мәнінде 14-ке тең болады дейді. Кіші табаны мен бүйір қабырғасы с-да 14-ке тең болады екен. Так, енді сіздерге не дейді? Табаны ең үлкен болатындай дейді. Онда бізде бұл туындыға байланысты. Так, ең үлкен ең кіші мәндерін. Так, сүйір бұрышын так берілген жаздық. Енді трапецияның ауданын табу формуласын жазып қояйын. Ол бізде қандай трапецияның ауданын табу үшін? Астыңғы табаны мен үстіңгі табанын қосам, 2-ге бөліп тастаймын, осыны биіктікке көбейтетін. Енді биіктігін мына жерді h деп алатын болсам, мына жағы да h-ға тең. H-ға тең болады. Так, мынау бұрышқа байланысты. Мынау бұрышқа байланысты. Қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бізде синусты беретін. Синус альфа тең болады. Қарсы жатқан катет h-ға тең, гипотенузасы 14-ке тең, онда с-ға тең. Онда бізде биіктік таба аламыз. H тең болады, с-ның мәні 14-ке тең, мұны екеуі көбейтіністі. С көбейтілген синус альфа. Яғни 14 көбейтілген синус альфа деп жазып қояйық. Біз h-ты тауып алдық. Енді маған керек қандай? Так, мына екеуі, мына жер 14-ке тең болса, онда мына жерде 14-ке тең. Так, енді мен мына бөлікті алайын. Мына бөлікті мен бір x деп алайын, мына бөлікті де x деп алайын. Мынау x-қа тең, мынау x-қа тең. Онда мына жалпы b дегеніміз неге тең болады? b деп отқанымыз x пен x-ті қосасыздар, қосамыз 14-ке. Осыған тең болады b дегеннің мәні. Мен енді x-тің мәнін бөлік тауып алайын да. X дегеніміз мынау сүйір бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Так, ол нені береді? Ол бізде косинусты береді. Косинус альфа деп отқанымыз іргелес жатқан катет, ол x-қа тең. Ал гипотенузамыз 14-ке тең. Онда осыдан біз нені тауып аламыз? X-ті таба аламыз. X дегеніміз ол с мен косинустың көбейтіндісі екен. С деп отқаным 14-ке тең. Онда мынаның өзін жазып қояйын мен. 2 еселенген 14 көбейтілген косинус альфа, x-тің мәнін орнына әкеп қойып жатырмын. Қосылған 14 екен. Мынау b-ның мәні. Мен h-ты тауып алдым. Енді b-ның мәнін тауып алдым. A-ның мәні бізде бар, орындарын алып кеп қояйық. S тең болады, A-ның мәні бізде 14-ке тең. B-ның мәні мен жаңа тапқам. 28, 2 мен 14-ті көбейтсеңіздер, 28 косинус альфа қосылған 14. Бөлінген 2, H-тың мәні неге тең еді бізде? H-тың мәні мұнда тұр. H-тың мәні бізде жасылмен белгілеп қойайын да.
Мынау аштым мен. Мынау. Так, 14 синус альфа. Так, 14 пен мынаны қысқартып жіберейін. Так, ол сіздерде 7-ге тең. Тең болады. Так, 14 пен 14-ті қосамыз. 28 қосылған 28 косинус альфа. Осыны неге көбейтеміз? 7 синус альфаға көбейтеміз. 7 синус альфа. Енді жақшаларды ашып қойын. Жақшаларды ашатын болсам қандай болады бізде? 7 мен 28. 7 көбейтілген 28 синус альфа. Қосылған 7 көбейтілген 28 синус альфа көбейтілген косинус альфа, да? Жақшаны ашатын болсақ. Так, енді мынау. Так, мына жерін мұқият боламыз. Мынау дайын формула. Так, қалай жасақ бар? Так, мынаны 2 көбейтілген 14 деп алайын, немесе 14 көбейтілген 2 деп алайыншы. 2 синус альфа, так, мына бірге жазайын. 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа деген ол синус 2 альфаны береді. Осы жеріне мұқият болыңыздар. Так, мынаны көбейтіп жазатын болсақ нешеге тең? Так, 56, 14, 196 ма? 196 синус альфа қосылған мына 7-нің өзін 7 мен 14 көбейтіп жазып қойын. 7 көбейтілген 14 көбейтілген 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа деп. Мынау бізде синус 2 альфаны береді. Жаза салайын оны. Синус 2 альфа деп жазайын. Вот, осыған тең болады екен ауданы. Так, енді бізде сұрақ қандай болды? Сұрақ ауданы ең үлкен болатындай, яғни максимум нүкте ғой бізде. Осы ауданы неге теңестіреміз? 0-ге теңестіруіміз керек альфа. Так, онда мен осыдан туынды табам. Так, туынды тауып, S-тан, яғни 196 синус, мұны екеуін көбейтетін болсам неше болады? Так, 18, так, 28, 98 ба? Синус 2 альфа. Осыдан туынды табам. Сосын 0-ге теңестірем. Сол бізде ең үлкен мәні болады да бізде. Так, енді қарастырамыз. Так. Туын табатын болсақ. 196 синустан туындалатын болсаңыздар. Косинус қосылған. Так, мынау күрделі функция. Ішінен бір рет туындаламыз. 98-дің өзін жазып қоям. 2 альфадан туындалатын болсаңыздар сіздерде 2 синустан туындалатын болсаңыздар косинус 2 альфа. Тең болады. Так, 196 косинус альфаның өзін жазып қоям. Қосылған. Оны екеуін көбейтетін болсаңыздар қанша болады? 18, 196, да, тоже 196. Косинус 2 альфаны мен жазып алайын енді формуланы пайдаланып. Косинус квадрат азайтылған синус квадрат, немесе 2 еселенген косинус квадрат азайтылған 1 деген дайын формуласы бар еді бізде. 196 қосылған 196 көбейтілген 2 косинус квадрат азайту 196. Біз тауып алдық туындысын, енді осыны 0-ге теңестіреміз. Мен ақшамдап жазып алайын да. 2 көбейтілген 196 косинус квадрат мен алдына жазып алайын. Қосу 196, мына жерде косинус ұмытып кетіппіз. Косинус альфа. 196 косинус альфа азайту 196. Осыны 0-ге теңестірем. Так, тең болады. Тек бұндай теңдеуді шығару үшін не істейтін едік? Алдымен 196-ға бөліп тастайын. 196-ға бөліп тастайын. Сонда сіздерде 2 косинус квадрат қосылған косинус азайтылған 1 тең болады 0. Енді мен косинусты не деп алайын? 1 т деп алайын, а деп алайын, бәрібір жаңа айнымеңіз деп алайын. А деп ала салайын. Сонда 2а квадрат плюс а минус 1 тең болады 0-ге. Дискриминант бойынша шығаратын болсаңыздар, дискриминант тең болады 1 азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 1.
бұл деп отқандарыңыз 9, 9 дегеніміз ол 3-тің квадраты. Онда а тең болады минус b плюс минус 3 бөлінген 2а, яғни 4. Минус 1, так, немесе, так, 3-тен 1-ді азайтатын болсақ, 4-тен 2, 2-ден 1, да? 2-ден 1. Бұл бізде косинус болады. Косинус болатын бізде. Ол минус 1-ге тең болуы мүмкін. Косинусымыз 2-ден 1-ге тең дейді. Альфа тең болады. Пи қосылған 2-пи ғой деймін, да? N тиісті Z-ға. Мына жерде альфа тең болады 2-ден 1-дегі мәні нешеге тең бізде? Арк косинус 2-ден 1-де пи бөлінген неше градус еді? Пи бөлінген 3 пе еді? 60 градус қосылған 2-пи. Так, енді қараймыз, бізде сұрап жатқан не бізде? Ол сүйір бұрыш. Мынау альфа деген бұрыш сүйір бұрыш. Енді мынау бізде сүйір бұрыш бола алмайды. Егерде не ететін болсаңыз, онда мынау шешім болмайды. Мынаған қазір минус 1n1-ді қойып шығатын болсаңыздар, пи бөлінген 3 деген неше градус? Енді мен қоя салайын. Немесе мына жерде енді мынау n-ді алдық, мына жерде k деп аласыңызшы, k тиісті z-ға. K-ны мен алсам 0 деп алсам. Енді түсінікті, мына жерде былайынан айта салшы, 2-ден 1-дегі мәні қай градуста ол 2-ден 1-ге тең болады? Онда альфа тең болады. Түсінікті ғой, сүйір бұрышта пи бөлінген неше еді? 60 градуста пи бөлінген 3. Онда жауабы альфа тең болған пи бөлінген 3-те. Онда осы есептің мәні болады деп жауабын осылайынан жазып қойсыздар. Енді емтиханға сәттілік. Есептер түсінікті болса, лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Емтиханда сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі нұсқа шықсын десеңіздер, бағанағы есептердің жауабын жазамыз, және де сыныптастарыңызға жіберіп түсінікті болды деп комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.